Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай красный бархат, яғни қызыл мақпал печеньесін дайындаймыз. Өте жұмсақ, ауызда еритін печенье болады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қолдауларыңызды күтемін. Бізге ең алдымен сүт, қант, сұйық май, жұмыртқа, ұн және какао мен разрыхитель краситель керек болады. Қызыл мөлшерлерін описаниеге қалдырып кетемін. Ең алдымен құрған ингредиенттерді араластырып аламыз, жақсылап. Содан соң сұйық массаларымызды араластырамыз. Жұмыртқаны, сұйық майымызды, сүтімізді жақсылап араластырып, красителімізді қосамыз. Енді сұйық массамызды құрғақ массамызға салып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болады. 5 минут тындырып қоямыз. Содан соң дөңгелек формаға келтіріп, қолымызды кішкене майлап аламыз. Осылай дөңгелек формаға келтіріп, сахарный пудраға, яғни қант ұнтағына осылай малып аламыз барлық жерін. Печеньеміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.